2 айдан бері адал еңбек ақымызды ала алмай жүрміз. Бүгін Алматыда бір топ құрылысшылар осылай деп бас көтерді. Мердігер Геострой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жарты жылдан астам уақыт қызмет жасап келген 50-ден астам жұмысшылар жалақымызды тым көп кешіктіріп жатыр дейді. Ал компания өкілдері бұл олқылыққа білім және ғылым министрлігін айыптайды. 2014 жылдың мамыр айында басталған 9 қабатты жатақхана Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенттеріне арналып соғылып жатыр екен. Бірақ мердігер Геострой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2 айдан бері 50-ден астам құрылысшылардың жалақыларын бермепті. Мынандай жерде мынандай объектіні салынып жатыр, ақша жоқ деген мүмкін емес қой. Қалай қарның ашпайды? Қазақ бауырымыз деп істеп жатқан, өзімізге істеп жатқан осымен. Мына жердің бәрін бала-шаға деп келіп отырық қой. Ақша жоқ деп материалдар түсіп отыр. Қалай ол материал ақша жоқ болса материалға ақша түседі? Шлак келіп жатыр, арматура түсіп жатыр. Қалай келіп жатыр десе қарызға келіп жатыр. Қалай оларға қарызға беріп біздің балдарға ақша жоқ та? Міне Алматыға оқтан келіп жатырмыз, алыстан, жан-жақтан келіп жатырмыз. Жан-жақтан келіп бала-шағаны тастап келіп жатырмыз. Енді өзімізге адал еңбегімізді берсе болды. Басқа ештеңенің керегі жоқ. Бір тиын артығы керегі жоқ. Өзіміз адал еңбегімізді берсін болды. Адал еңбегімізді берсін болды. Соны ғана требовать етеміз бұлардан, болды. Басқа ештеңені етпейміз. 2 айдан бері жалақы көрмеген құрылысшылардың ай сайын алатын еңбек ақылары 80 мың теңге көлемінде екен. Осы орайда не себепті жұмысшыларға ақша төленбей жатқан себебін білу мақсатында құрылыс болып жатқан нысанға бардық. Алайда өздерін күзет қызметкеріміз деп таныстырған адамдар тілшілерге кедергі болды. Бұған дейін бірнеше рет бас көтерген жұмысшыларға басшылық айлықтарын күнде ертең береміз деп кешеуілдетіп келіпті. Ал бүгін мәселеге журналистер араласқан соң, олар жұмыс орнында болмай шықты. Бәқ шықты болдыңдар үшін, бәқ ешкім жоқ қазір. Сырттан табасыңдар. Қайсы парарап сырттан көрсетіңізші түрін? Сырттан табаш, білмеймін. Түрін көрсетпейсіз ба? Қайсы түрін, мынау деп айтсыз? Ой, білмеймін, барса Құрылыс қызметінде жұмыс істейтін Алмас Садықтың айтуынша жалақыны уақытылы ала алмауымыздың себебі ай сайын құрылысқа қаражат бөлетін білім және ғылым министрлігі айыпты екен. Алматыға ақша табамыз деп келіп отырмыз жан-жақтан. Сол міне 2 ай болды, қысыммен берілмей отыр ақша. Ақша негізі түскен дейді. Балабаев дейді ма жаңа министр, жаңа образование. Сол кісі перевод жасамай отыр екен. Алмас Садықтың сөзінен кейін мердігер Геострой сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылығына құрылысшылардың бірі хабарласып көрді. Алайда жауап қысқа болды. Алло, сізді аға, қашан еңбегімізді бересіз, қашан? Енді ақша түспей жатыр жоқ. Енді кім бөлмей жатыр ақшаны, қол қоймаған кім деп жатырсыз? Министерство образования Астана жібермей жатыр. Балабеков па, сол ма? Балабеков Старинжек. Осылайша Геострой сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысы жұмысшылардың жалақы алмауына айыпты адам деп білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің атын атады. Ал құрылысшылар жақын арада ақшамызды бермесе, сотқа шағымданамыз деп отыр. Нұрсейіт Жылқышыбай, Сергей Шуйский, Қазақ Ньюс, Алматы.